Сәлем оқырман. Мұсаға жақын күнде үміткер келіп еді. Мұса бар уақытын бөліп өзімен бірге қасына алуда. Шынымен қыз ұнаған ба? Қыздың аты болса Арайлым, жасы 18-де, Есік қаласынан сүп-сүйкімді қыз. Бір кешінде киноға барды. Басқа күні болса Ақтөренің бойы болған болатын, сол жерге де алып келген екен. Айта кетейін, осы жерде Ақтөре жеңісті алған болатын, тек жарайсын дейміз. Ақтөре мен Әсемнің тойын асыға күтудеміз. Жалпы Мұса мен Арайлым бір-біріне жарасымды сырт көзден. Арайлымның жасы кіші болғанда дұрыс секілді, себебі сыйластығы мол болады. Қанша дегенмен аралары 10 жастай. Бірақ өте үйлесімді. Мұсаға қыз ұнады ма? Таныстықтары жақсы өтіп жатқанмен не болады екен? Жалпы Мұсаның үміткерге деген сыйластығы мол, бір кеш болса кездесіп келетіні бар. Бірақ ол Мұсаға ұнады деген емес. Сонымен көреміз қалай болатынын. Ал кеше болса Мұса Бішкекте өлең айтуда. Неше түрлі қыз фанаттар бәрі суретке түсуде. Өзінің жақында шыққан Жанзе деген өлеңін орындап берген болатын. Бірінші көргеннен үміткерін Қошақан деп айтып бастаған болатын. Бірақ ол Мұсаның әрбір қызға айтатын секілді. Ал енді пікірлерді оқып көрейік. Қыз жақсы, сүйкімді, жас, бірақ Мұсаның талғамындағы қыз емес. Таныстық жаласпайды, ұзаққа бармайды. Осы Мұсаға келетін қыздарды түсінбеймін. Абыройларыны жоқ екен. Мөлдірмен түк шықпайды дегенмін, дәл солай болды. Мұса өзін ғана жақсы көреді. Жүргізушілермен саудаласуды ғана біледі. Мұса ол қызға қарамайды деп көп жазылып жатыр. Мұса кім сонша? Мына қыз бекер келді. Өмірде де табады. Еліктей көзі мөлдір, хас сұлудың өзі. Тартымды қыз. Мұса ренжетпесе болды, қыз жас. Оқуынды бітіріп, жұмысқа тұрып асықпау керек. Мұсаның мінезі жаман, қыздарды сыйламайды. Оқушы тастап 12 сиыр сауасын, аман бол дейді оқырмандар. Ал сіздің ойыңыз қалай? Таныстық әрі қарай жалғаса ма?